Мен Қостанай облысы Амангелді ауданының Қарасу елді мекенінде дүниеге келдім. Еңбек жолым 1988 жылдан басталады. Осы уақыт аралығында еліміздің өркендеп өсуіне өз қайыр-қадірімше үлес қостым деп білемін. Тұрмыс құрғаннан кейін 1998 жылы Лисаков қаласына келдім. Бала тәрбиесімен 2007 жылға дейін айналысып, сол жылы мамыр айында Рауан радиосында тілші болып жұмысқа орналастым. 2014 жылы мұрагер балабақшасында тәрбиеші болып еңбек еттім. 2018 жылдың мамыр айынан бастап Лисаков орталық кітапханасында кітапханашы болып жұмысқа орналастым. Сүйікті отбасым жайлы тоқталып кетейін. Менің Мақсұтбек атты жұбайым және Диана атты қызым бар. Жұбайым слесарь монтаждаушы болып жұмыс істейді, ал қызым Қостанайдағы Алдамжаров атындағы әлеуметтік техникалық университетте 3-ші курста студент. Жақсы оқумен қатар қоғамдық жұмыстарға белсенді атсалысып отырады. Замандастар клубы жайлы қысқаша мәлімет беріп өтейін. Нөмір 3-ші орта мектебінде құрылған Замандастар клубы 2002 жылы 18 наурызда өз жұмысын бастаған болатын. Жас оқырмандар клубының мақсаты жастарға мемлекеттік тілде халқымыздың бай әдебиетін, мәдениетін, тарихы мен салт-дәстүрін насихаттау. Сонымен қатар жас жеткіншектердің туған тіліне, еліне, жеріне деген сүйіспеншіліктерін арттыру, көне дәстүрімізді жаңғыртып жандандыру.